Қолдың сүйектері Ossa membri superioris топографиялық орналасуына қарай иық белеу сүйектері және қолдың еркін орналасқан сүйектері болып екіге жіктеледі. Иық белеу сүйектері cingulum membri superioris жауырын сүйегінен және бұғана сүйегінен тұрады. Ал қолдың еркін орналасқан сүйектері pars libera membri superioris тоқпан жіліктен, шынтақ жіліктен, кәрі жіліктен және қол басы сүйектерінен тұрады. Жауырын сүйегіне тоқталатын болсақ, скапуля деп аталады. Адамдағы жұп жалпақ сүйектің қатарында. Оның екі беті, үш қыры және үш бұрышы бар. Бірінші беті қабырғалық алдыңғы беті, facies castalis anterior, екіншісі артқы немесе дорзалды беті, facies posteriorдан тұрады. Үш қырына тоқталатын болсақ, жоғарғы қыры margo superior, медиалды қыры margo medialis және латералды қыры margo lateralis'тен тұрады. Жоғарғы қырында жауырын сүйегінің жоғарғы тілігі incisura scapula superior орналасқан. Бұл тілік кейіннен осы ligamentum transversum scapula superior'ның арқасында жауырын сүйектің тесігіне, яғни foramen scapulaға айналатын болады. Келесі жауырын сүйектің бұрыштары. Жоғарғы бұрышы angulus superior, төменгі бұрышы angulus inferior және латералды бұрышы angulus lateralis'тен тұрады. Жауырын сүйектің осы латералды бұрышы бізде басқа бұрыштарынан жауырын сүйектің мойны, яғни колюм скапуля арқылы шектелген. Сонымен қатар осы латералды бұрышында бізде тоқпан жіліктің басымен беттесетін буындық шұңқыр, яғни cavitas glenoidalis орналасқан. Бұл буындық шұңқырдың жоғарғы және төменгі бөлігінде буындық шұңқырдың жоғарғы төмпешігі tuberculum supraglenoidalis және буындық шұңқырдың төменгі төмпешігі tuberculum infraglenoidalis орналасқан. Жауырын сүйектің латералды бұрышында оның екі өсіндісі орналасқан. Біріншісі сыртқы пішіні құсымсық тәрізді өсінді processus caracoideus, екіншісі акромен тәрізді өсіндісі акромен деп аталады. Сонымен қатар жауырынның артқы бетінде жауырынның қылқаны орналасқан. Spina scapula. Бұл қылқан бізде жауырынның артқы бөлігін екі шұңқырға жіктейді. Біріншісі қылқан үсті шұңқыры fossa supraspinata, екіншісі қылқан үсті шұңқыры fossa infraspinata деп аталады. Сонымен қатар жауырынның алдыңғы, яғни қабырғалық бөлігінде жауырын асты шұңқыры, яғни fossa subscapularis орналасқан болып табылады. Келесі бізде иық белдеуін құрайтын тағы бір сүйек бұғана сүйегі клавикуля деп аталады. Адамдағы дербес сүйектердің қатарында сыртқы пішіні латынның S әрпіне ұқсас болып келеді. Оның денесі корпус клавикуля бар және оның екі ұшы бар. Біріншісі төстік ұшы extremitas sternalis, екіншісі акромиалды ұшы extremitas acromialis. Төстік ұшы атайып тұрғандай, төс сүйегімен беттесетін болса, акромиалды ұшы жауырынның акромиалды өсіндісімен беттесетін болып табылады. Астыңғы бетінде бізде оның төстік ұшына жақын осы ligamentum costoclavicularis, яғни қабырға бұғаналық байлам келіп бекетін қабырға бұғаналық батыңқы, яғни impressio costoclavicularis орналасқан. Ал акромиалды ұшы жағында бізде осы конус тәрізді байламның төмпешігі tuberculum canoideum орналасқан және осы tuberculum canoideumның әрі қарай трапеция тәрізді сызық линея трапециидея айқын көрінеді. Жалпы осы екі сүйек бізде иық белдеуін құрайтын болып табылады.